Түн жарымда түрткен кім? Айнұр Әли. Әлеуметтік желіден алынды. Ескі көшемен баяулата жүріп келем. Қасымда нағашымның қызы бар. Жазғы каникулда біздің үйге демалуға келген ғой. Қасыңнан тастама деп нағашым сеніп тапсырған соң барар жерге ертіп баратыным бар. Күн ұясына батқан. Әлсін-әлсін самал желесіп, айнала тынық күйге енген. Жаз мезгілінде орталықта әр сенбі күні жастар жиналып концерт қояды. Өзімше ауылда басқа қыдырар жер болмаған соң сонда апарған түрім. Әжептәуір кеш боп кетті. Телефонда дамылсыз шырылдауда, үйдегілердің алаңда белең болып отқанын сездім. Концерт аяқталмастан үйге қарай беттедік. Көше тыныш, жан баласы көрінбейді. Сірә концертке жиналған болар деймін іштей. Сіңілімнің қолынан қысып ұстап, ит қапса қашуға дайын келеміз. Кенет оң иығымнан біреу басып қалды. Жалма-жан артыма қарасам, ешкім жоқ. Бісмілләмді айтып тағы жүре бердім. Бұл жолы сол ұйықтан түрткендей болды. Артқа қарасам, тағы да ешкім жоқ. Тым-тырыс. Қасымдағы қорықпасын деп үндемей келем. Бірақ жүрек деген өз шеңберінен шығып бара жатқандай, тез-тез басып үйге жетуге асығып келеміз. Осындайда жақын тұрған үйіңді жеткізбей қояды ғой. Арқам ауырлап, аяғым талып, әлде бір күш артқа қарай тартуда. Берілмедім. Сіңіліме тезірек кірегеге дедім де есікті ашып, бісмілләләп ішке ендік. Үлкендерден бір ұрыс естіп алып, төсегіме жайғастым. Түн жарым болған, сығырая ұйқыға кеттім. Оянып кетсем керек. Шөл қысып жатыр екен. Орнымнан тұра сала ас бөлмесіне асықтым. Қолбақырмен фляктан су алайын десем, қолыма ұсталмайды. Иә, кинода қайтыс болған адам, елестер зат ұстай алмайды ғой. Сол секілді болды. Зәре құтым қалмады. Жүгіріп барып анамды түртпек дедім, тұрмайды. Әкеме бардым, ол да үнсіз. Барлығын қатар-қатар түртіп жүрм. Тіпті жұлқылап айқайлаймын. Ешкім естір емес. Ойымда тек бір сауал тұрды. Мен қалай өлдім? Көзімнен жас пора-пора боп ағып, орныма қарай жүгірдім. Апырмай-ау, денем шалқадан түсіп жатыр. Дем алады, қозғалмайды. Әрі-бері түртпек тебем, тұрмайды. Арғы бөлмеде ағам компьютерде отыр екен. Жанына барып, көке дебем, құлақ қабын шешіп, айналаға көз тастады. Мені көрмейді, бірақ сезіп отыр. Мен де қоймай түртіп қоям. Зәре құты қалмай бісмілләсін айтып жатыр. Соншалықты ұзақ түс көрмеппін. Қиыны жақындарыңа жете алмауың, айта алмауың. Орныма барып сылқия отыра кеттім. Кенет оң құлағымнан әлдекімдердің дауысы естілді. Атымды атап шақырып жатыр. Манағыдай оң иығымнан біреу басып қалды. Қарасам, үлбіреген ару күлімдеп тұр. Сенің жаның денеңнен шығып кеткен. Бұл астрал, екінші әлемде жүрсің. Тезірек денеңді тауып тұрғаныңда орал, деді де көзден ғайып болды. Ентелей барып денемнің үстіне жатып ем. Етіп орнынан атып тұрдым. Әлі түн жарым, бәрі ұйқыда. Ағам компьютерден әлі тұрмапты. Жаным расымен параллель әлемде болғанына көзім жетті. Сол кезде көрген дүние сол қалпы тұр. Жүгіріп ағама бардым. Көке, жаңа бір дауысты естіген жоқсыз ба? Дедім. Естігендей болдым. Барып ұйықта, қорқасың, деді қатқыл дауыспен. Әйтеуір көз ілініп, таңмен таласа ерте тұрдым. Бәрі оянып алған. Дастархан басында әлденені талқылап отыр. Жақындай келіп тыңдап ем, анам, түнде бастырылдым-ау дейм. Түлен түрткендей болды. Қайта-қайта жұлқыды. Қозғала алмай әбден қорқтым, деді ұйқысын аша алмай. Оған бәрі қосыла кетті. Мені де түртті, деген әңгіме дастархан басында айтыла берді. Есіктен сығалай тыңдаған мен оларға артық әңгіме айтудан қорқтым да, орныма барып қайта жаттым. Сол түні түлен емес, мен түрткенімді қайдан білсін. Ағайын,
Танымал атты YouTube арнама өтіп, тіркеліп, тәлімі мол әңгімелерді тыңдап, лайықты болса лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Қазақ тілді арнамды қолдауға шақырамын. Келесі шығарма сіздер үшін.